Талдықорғанда жас әдебиетшілердің жетісу көктем атты алғашқы форум өтті. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы аясында ұйымдастырылған шара жас қаламгерлерге жаңа серпін берді. Ақындар мен жазушылар жетісу өңірінің тарихи және мәдени орындарында болып, шабытына шабыт қосты. Поэзия кештерінде шығармаларын оқып, арнайы семинарларға қатысты. Форум барысында республикалық рух әдеби байқауының қорытындысы бойынша жарыққа шыққан кітаптар таныстырылып, бір топ жас қаламгер Қазақстан жазушылар одағы қатарына қабылданды. Мәңгілік елдің мұраты атты жабық әдеби байқаудың нәтижесінде үздік деп танылған екі әдебиетші Алматы облысы әкімінің ақ қауырсын әдеби жүлдесінің иегері атанды. Жас қаламгердің көңілінде, жүрегінде бір рухани дән себілді деп айтуға болады. Бұл шығармашылықтың дәні. Ол келешекте кәдімгі тамырланып өзінің жемісін беретініне сенімім зор.